Сәлем достар, сіздермен Күнекей Нұрлан қаржылық шапалақ подкастына қош келіпсіздер. Бүгінгі біздің подкастымыз ерекше болып келеді, себебі ол қазақ тілінде түсіріліп отыр. Енді бар жоғы 2-ақ подкастым шыққан, олардың барлығы орысша болды. Енді бүгінгі біздің наурыз айында, наурыз мейрамы қарсаңында қазақша әдейілеп қаржылық сауаттылық тақырыбын талқылау мақсатымен бүгінгі түсірілімнің енді тұсаукесері деп айтуға болады. Алдағы уақытта қазақша подкасттарда шығып отырады, қызықты қонақтарды да шақырып отырамыз. Сол себепті менің YouTube каналыма қосылып отырыңыздар. Бүгінгі біздің шақырып отырған қонақтарымыз қазақша судай сөйлейтін әйгілі блогерлер, тұлғалар және де менің таныстарым болып келеді. Бүгінгі қонағымыз Айна. Айнаның негізі технар маман ретінде өзім білем, бірақ Айнаның қай салада болмасын өзін көрсете біледі, неше түрлі мамандығы бар, спортсменка, комсомолка, красавица деп. Бұл ханым Алматыға алғаш рет осы мегаполисті покорять етем деп келгенде танысқан болатынбыз. Енді қазірде күшті жетістіктеріңізді Инстаграмнан көріп отырмыз. Ал енді біздің подкастымыздың өзінің дәстүрі бар. Мен ақшамен әрбір қонақты соғам, немесе микрофонды соғам, сол сізге жақсы болсын. Доллар. Ал енді қонақтарыма сөз берейін, өздеріңіз жайлы айтып кетсеңіздер, жобаларыңыз жайлы. Қайырлы күн, Әйгерім, Бұлбұл ханым, подкастқа шақырғандарыңызға көп рахмет. Және осылай таныстырғаныңызға түрлі саланың маманы дегендей. Шын мәнінде қазір өзімді айтатын болсам, көп жағдайда маркетинг, пиар, SMM саласында жұмыс істеймін, және спорт мектебінде, I Love Суперспорт деп аталады. Өзім сол жақтың оқушысымын да, маркетологымын да. Сондықтан келіңіздер, спортпен айналысыңыздар. Рахмет. Бұлбұл. Есімім Бұлбұл, стилистпін. Жалпы стиль саласында алғашқылардың бірі болып қазақ тілінде блог жүргізіп бастағанмын. Жақында ғана Еуропаға, сән апталығына, Италияға, Францияға барып келдім. Мақтана беруге болады ғой, Әрине болады. Өзім де талай репост жасағам, осы біздің қазақи киімдерді сонау Франция сән бөрікпен шығып бөрікпен бардық. Өйткені біз таза қазақы киімде барсақ, мысалы әр ұлттың ұлттық киімін басқа жақта түсіне қоймайды ғой. Енді ол бағалы болғанмен де біз бірақ оны әлемдік сәнге бейімдеп бөрікпен Прада стилінде жаңағы көйлекті киіп, қара көйлекті сол трендтегі белдікті тағып, әлемдік фотографтар бірден байқады. Сонда барып келдім. Көбірек мақтанып кеттім Айна ханымға. Негізі стилистпін, шопинг, разбор, жалпы стилист не жасайды тірліктердің барлығын қазір жасап жүрміз. Марафондарым бар, курстарым бар. Керемет. Бүгінгі подкастқа келгендеріңізге үлкен рахмет деп айтам. Қарап отырсаңыздар, бүгін біз кішігірім дастарханда жайып қойдық. Мен қыздарға айтатын болады, маған найманский бауырсақ жасаңдар деп. Найманский бауырсақ деген домалақ, біздің өзі қазақи бауырсақтарымыз, және де бізде ши бауырсақ та бар. Наурыз мейрамының қарсаңында түсіріліп отырған подкаст, бүгінгі біздің тақырыбымыз негізі қаржылық сауаттылық болып келеді. Себебі қаржылық сауаттылық тақырыбы бұл өзекті мәселе болып келеді, және де қазақ тілінде қаржылық сауаттылық жайлы ақпарат аз. Сол себепті бүгінгі біздің подкастымызда көптеген өзекті сұрақтарды талқылаймыз, және өздеріңізге мүмкін сұрақтарыңызға жауап та табуларыңызға болады. Сол себепті бірінші сұрақ енді қаржылық сауаттылық, яғни қазіргі қаржыға деген көзқарастарыңыз, өзіңіздің үйлеріңіздегі, сол өзіңіз отбасылық бюджетте қаржыны қалай ұйымдастырасыздар, сол туралы айтып кетсеңіздер. Егер сұрақтарыңыз болса да қоюларыңызға болады, өйткені мен қаржылық кеңес ретінде өз жағымнан да көмектесе беремін. Мен бастай берейін ба? Негізі өте керекті нәрсе қаржылық сауаттылық деген. Отбасында көп жағдайда адамдар үйретпейді бір-біріне, себебі ересектердің өздері қаржылық сауаттылықтың не екенін көп жағдайда білмейді. Сондықтан сондай жағдайлар болып жатады. Бірақ дегенмен сіз қазір сұрақ қойып отырсыз, мен есіме түсті. Әкем бізге нешінші жылдары екен есімде емес, 2002 ма сол жылдары бір күн айтқан, бір айдың шығынын есептеп көрейік деп. Сөйтіп бір қағаз қойып қойды телефонның қасына, прихожийға ручка қойып қойды. Әрбір 3 теңгеге сағыз алсаң да бәрін жазып тұратынсың. Сол кезде айдың соңында қанша ақша біздің отбасымыз жұмсайтын, соны бізге көрсеткен. Нақты қазір қандай ақша екені есімде жоқ, бірақ сол әкемнің жасаған эксперименті есімде қалды. Ал өзім сондай тұрақты түрде шығындар мен кірістерді жазып 2010
3-ші жыл бастадым, 10 жыл бұрын екен, 10 жыл бұрын. Сол кезде бастадым, өзімнің Excel файлым болатын. Әлімге дейін сол Excel маған қандай да түрлі андай қазіргі нелер бар, қосымшалар бар, бюджет жүргізетін түрлі модельдерін көрдім. 4 конверт дейтін, анау мынау. Бірақ маған білмеймін неге екенін өзіме Excel жақын. Жалпы корпоративті әлемде жұмыс істегендердің барлығы сол Excelді ұнатады ғой. Сол маған жеткілікті. Өзіме ыңғайлы форма жасап алдым және соны тұрақты түрде толтырып отырамын. Қандай кірістерім бар, қандай шығыстарым бар. Жыл сайын кейбір недер шығыстың статьялары өшіп отырады. Бір жыл мысық деген болған қазір. Бірақ көп жағдайда сол мысықты сториздан көріп тұр, жақсы сүйкімді сондай, бірақ бұзық болатын. Бұзық мысық болатын. Сосын қарасам, сол бұзық мысықтың өзіне айына бір 20 мың теңге кетіп отырады. Не істеймін деймін мына мысықтың? Бір рахатын да көрмейсің, еще ақшаң да кетеді дегендей. Ол тентек еді ғой. Тентек, ол өзін біз оны психкошка деп атайтынбыз, оның өзінің хэштегі болады, психкошка деп. Сөйтіп әлі жазып отырамын. Мысалы, балалар кішкентай болғанда бізде міндетті түрде шығындар бірге болатын. Балалар үлкейгеннен кейін менің міндетті түрдегі шығындарым, балалардікі бөлек болатын болды. Олардың киімдері, менің киімдерім, олардың хоббиім, менің хоббиім дегендей. Сондықтан жүргізіп отырамын. Бұдан басқа, мысалы, былтырдан бері әкесі екеуміз балаларға карманный деньги дейді ғой. Ай сайын беріп отырамыз. Және ол карманный ақшаға, мысалы, олардың мектепке баратын жол ақысы кірмейді, тамағы кірмейді, міндетті нәрселер кірмейді. Бұл тек қана өздеріне, мысалы, сыйлық алуға, туған күніне достарына, бір жерге барып қыдыруға, мысалы, сондай нәрселерге арналған. Және айына бір рет қана береміз. Айтатыным сол, бір күнде барлығын жаратып тастасаң, өзің жарата бер, бірақ 29 күн бойы ақшасыз боласың. Не болмаса оны былай, бір айда, кәдімгі жалақы сияқты олар алады. Сосын сұрап бастайды айдың соңында, бір 2 апта әлі қалғанда, мам, ақшам бітті дейді. Мен айтамын, енді ақшаң күтесің деймін, бір маған қарызға бере тұрыңызшы, мен келесі айдан сізге беремін дейді. Неше жастан бастадыңыздар? Ол жасөспірім кезінен ғой, былай қарасаң. Жасөспірім кезінен сөйтіп қарызға алады еще. Бірақ мен қарызға бермеймін, айтамын, үйрен деймін да, ананы жаратып. Сосын менде одан басқа мысалы талап бар. Мен айтамын, айлық ақшаның 1000 теңгесін ба, 500 теңгесін ба сақтап отырасың деймін. Сөйтіп үйрен деймін. Ақшаны жинап үйрен. Сен мысалы 20 мың берсек айына, сен қалай да болса 19 мыңына күн көресің деймін да, бір айда барлық сенің міндетті қажетті нәрселерің барлығы жабық. Себебі мектептегі ақшасын төлеп отырамыз, мектептегі тамағы бөлек, жүрісі бөлек, барлығы бөлек. Тек қана қыдыруға, былай қарасаң, не болмаса туған күнге сыйлық алуға дегендей. Үшінші талап оларға қойылатын, бұл бүкіл шығындарды айдың соңында маған көрсету. Сол мысалы 20 мың теңгесі қайда кетті? Мен айтамын, қанша соманы көрсете алмадың, сол сомаға келесі айда аз ақша аласың деймін да. 2000 теңгесіне отчет бере алмадың ба, келесі айда 20 мың емес 18 мың аласың деймін. Сөйтіп үйретіп қойдым, бірақ әрине бала ғой. Былай да ұмытады, не болмаса андай қайта переводпен төлейді да. Кімге перевод жіберген ол да есінде емес. Бірақ айтып бүйтіп әдет қалыптастырып жүрміз, айтып бүйтіп үйреніп жүр. Және оның қалай боларын әлі көреміз. Себебі мен оларға жай ғана айтып қоймаймын, сонымен қатар үйретемін де. Мен айтамын, сендердің жасап жүрген нәрселеріңді қазіргі 40-50-дегі ересек адамдар жасай алмайды деймін. Көбісі жасамайды. Өзіне есеп бермейді, қайда ақшам кетті. Не болмаса берген ақшаның бір 10%, 5% болсын, сақтап қоймайды деймін. Ал сендерді мен қазірден бастап үйретіп жатырмын. Ертең маған рахмет айтасыңдар деп қоямын. Барлық сол ата-ана сияқты. Сен маған ертең рахмет айтасың. Сондай бізде қаржылық сауат. Керемет, біз жаңағы айнаның мысалында қарастырып өткендей, қаржылық сауаттылық тек қана ересек адамдар емес, ол жасөспірім, жас балалардың да кішкентай кезінен бастап бейімдеуге болады. Себебі ақшаны ұқсата білу, оны игеру, қаржылық жоспар, қор жинау әдеттерін сіз өзіңіздің бала шағаларыңызды кішкентай кезінен бастап түсіндіріп, соны бейімдеуіңізге болады. Сонда бізде келешекте қаржылық сауаттылық деңгейі жоғары қазақстандықтардың саны көп болады. Ал енді Бұлбұл ханым, сіз жайлы не айтып кетсек? Енді қиындау. Менде қиындау, өйткені мен біріншіден бала тұрмақ өзім енді үйреніп жатырмын. Оны мойындау керек. Менің кәсібіммен ақша үнемдеу тіпті қиын, бірақ та соның өзінде де саналы пайдалану деген дүниеге ұмтылып жүрмін. Білсеңіз, Әйгерім, мен сіздің де курсыңызға қатысқам осыдан 1 жыл бұрын. Оның алдында да қаншама жаңағы осындай қаржылық сауаттылыққа қатысты әр жақтан ақпарат
мен шын айтқанда 10 жыл емес, соңғы 1 жыл ғана әдетке қалыптастырдым, жаңа сіздің сабағыңызды өткеннен кейін. Бірақ мен Excelге отыра алмадым. Мен CoinKeeper деген не бар, приложение бар, қосымша приложение бар. Соған маған күнделікті анау жазған дүниемді бүйтіп тез жазып қойған ыңғайлы. Өйткені мен айдың аяғында анау нөлге түседі ғой, сол кезде мен барлығын қарап аламын да, мен ресторанға көп кетіремін бе, мен шопингке кетіремін бе, мен салонға кетірдім бе, мен балама қанша жұмсағанмын деген секілді. Үйге тамақ деген дүниелер бар, жаңа рестораннан бөлек. Оның барлығын осы жазып, сол өзіме анализ жасауға көмектеседі. Соның арқасында жалпы өзімнің бір осындай бір, өйткені мен Алматыға 1,5 жыл ғана болды ғой көшіп келгеніме. Мен Өскеменмен салыстырғанда бұл қаланың шығыны 2 есе көп болды. Басында миым жарылып кете жаздады, мынау не, мен қанша ақша табуым керек деген секілді. Сол кезде мүмкін сол паникадан ба, я бір өзім қатты бір үрейленіп, мүмкін сол сіздің сабағыңызға қатыстым. Одан кейін үнемі мен қарап отырамын. Я стористеріңізді қараймын, жалпы әр жақтан ақпарат аламын. Балам 8 жаста, оған қаржылық сауаттылықты әлі үйреніп, жаңа қызығып жатқаным сол да, Сағина ханым, неше жастан бастадыңыз деп. Менің балам енді ғана мен ананы алып жейінші деген секілді бір 200 теңге 300 теңге алып кету енді ғана басталды. Әлі оған, бірақ менің өзімде қазір кішкене проблема. Мысалы, ақша үнемдеуің керек, бірақ сенде көптеген съемкалар бар. Сен стилист болғандықтан сені әртүрлі киіммен жаттау керек, көру керек. Сен бір киіміңмен басқа жерде көп жүре алмайсың. Болмаса бір көйлегіңді екінші рет уже кие алмайсың. Болмаса басқаша стилизациямен беруің керек деген секілді. Сондықтан маған кішкене қиындау. Бірақ соның өзінде мен былтырға қарағанда қаржылық табысымды арттырыппын. Жаңағы айтушы едік қой біз, біріншісі үнемдеу, екіншісі жақсырақ ақша табу деп. Бұл екі этап болады. Екі этап, соның екеуін де ұстануға тырыстым. Жалпы былтырға қараған кезде биыл көңілім толады, бірақ толыққанды көңілім толады деп айта алмаймын. Бірақ енді өте жақсы. Мен есімде алғаш рет Бұлбұл ханыммен кездескен кезде біз сол қаржы мәселесінде қозғап кеткенбіз. Өйткені алғаш рет сол Өскеменнен Алматыға келіп, енді Алматының шығын міне келе салған кезде кездесіп едік қой, біз айтпақшы, Айгеріммен екінші рет офлайн кездесіп отырмыз өмірде. Ой, бұл мен сіздерді көптен білемін деп менің өтірігім шығып қалды. Жоқ, негізі енді Инстаграммен әр сайын сөйлесіп отырғанда, стористі көргенде күнде көретіндей сияқтысың қазір. Адамдарда оның арасында тіпті WhatsAppпен де сөйлесіп отырғанда, директпен сөйлесіп отырғанда ощущение дейді ғой, күнде жаныңда жүргендей. Енді қаржылық сауаттылық мәселесіне келсең, балалар туралы айтып кеттік. Сол жағынан өзім енді маман ретінде айтып кетейін дегенім, негізі дамыған елдердің, дамыған экономика деп айтамыз. Маған көрермендер көбі ұрсады, сіз неге қайта-қайта Америка мен Европаны алға қоя бересіз деп. Енді олардың енді саясатын алға қойып отырған жоқпын. Мен енді олардың дамыған экономика, яғни олардың ортасы бейімделген, солардың реформаларын, солардың әдістемелерін мен мысал ретінде көрсетіп отырмын. Оларда мысалы кішкентай балалар акцияның не екенін, инвестицияның не екенін кішкентай кезінен біледі. Олар газет тасып, тіпті Америка, Европа киноларын көрген кезде олар газет тасып, қосымша табыс табуға бейімделген да. Бізде мысалы қосымша табыс табу, мен өзі кішкентай кезімнен ата-анам ыңғайда, ой, сен қыз баласың, немене шошаңдап сол ақша табуға ұмтыла бересің, саған не жетпей жатыр дегенде көптеген сондай сөздер болатын. Ал мысалы мен өзім кішкентай кезімнен енді предприимчивая найманка ақша тапқым келетін, мектепте болмасын, студент кезімде болмасын. Сол байқағаным, қаржылық сауаттылық бізде мектепте, садикте жоқ та, өйткені балаларға негізі 6 жасынан бастап мен өзім балаларға курс жүргізген болатынмын. Өткен жылы осы Түркістан қаласында 200 балаға қаржылық сауаттылықтан курс жүргізгем. Мен өзім қатты сол шок болғам, өйткені 100 баланың көңілін аудару деген өте қиын нәрсе. Басқару қиын ғой. Сонда есімде бар, балалар жиналғанда апай келіп айғайлайтын, тыныш салыңдар деп. Сол 100 балалармен сөйлескен кезде байқағаным, әрине қазіргі балалардың ақшаға деген ұмтылысы бар. Бірақ оларға дұрыстап, тәптіштеп бағыт-бағдар беру керек. Сонда 6 жасынан бастап, негізі мен өзім маман ретінде ойлаймын, балаларға ақшаның не екенін, ол аспаннан түсіп жатқан жоқ. Одан кейін магазин, супермаркетке барып, міне осындай тауар айналымы деген не екен, және әрбір товардың бағасы не екенін көрсету керек. Одан кейін салыстырмалық талдау дейді ғой, мысалы, мына жерде 70 теңге тұрады, мына жерде 200 теңге тұрады. Неге деген сондай бір енді беседа жүргізіп, қандай да бір аналитикалық талдау жасап, оларға көмектесіп түсінігінің қалыптасуына әсер еткізу керек. Одан кейін және айна айтқандай қаржылық жоспар жасау, мысалы мен самокат алғым
келеді дейді. Олардың математика тұрғыдан айтуға болады, самокаттың бағасы қандай, қарап көрейік деп. Ал енді сол самокаттың бағасын 12 айға бөлсек қанша ақша болады, енді осылай сен қанша ақша жинауың керек, немесе қанша ақша табуың керек дегендей мындай уже математиканы қолданып олармен есеп жүргізіп, сонда ойын ретінде жүргізуге де болады. Бірақ кішкентай кезінен сол қаржылық сауаттылық дағдыны қалыптастыруға енді ата-аналардың міндеті деп ойлаймын. Сол себепті енді Анес, ұлыңыздың аты Анес қой. Да, Анестің осылай ақшаға деген қызығушылығы, енді алғаш рет оның мысалы қаржылық шешім дейміз ғой. Нан алу, сүт алу, немесе там қандай да бір нәрсе алу, барлық жерде ақша болған жер, оның барлығы қаржылық шешімді талап етеді. Сол қаржылық шешімдерін эффективно жасау үшін сіз ата-ана ретінде өз жағыңыздан кеңес беруге де болады. Ал енді жеке бюджетке келетін болсақ, жаңа айтып кеткендей, біз енді қаржыны есептеуде неше түрлі формаларды қолданамыз. Excel деген енді продвинутый уровень деп айтуға болады. Бірақ 23-ші жылда, қазіргі ғасырда адамдардың енді Excel мен Word-тың қолданбауы бұл енді қиындықтың туғызуы мүмкін, себебі қазір тіпті искусственный интеллект болып жатыр. Искусственный интеллект сізге дизайн да жасап береді, музыка да жазып береді, тіпті неше түрлі диплом жазып беріп жатыр, ал біз Excel-ді әлі дағды мойындаған жоқпыз. Сол себептен келешекте отырыңыз Excel-ге десеңізші. Бірақ мына жерде айтып кететін жағдай, Excel-ді мүмкін меңгерудің міндет қоюға болмайды. Жоқ, меңгеру үшін енді сіз өзіңізді қинауыңызға меңгергеннен бұрын Excel енді ол бізде сіздер секілді мысалы қолданыста жүрмейді ғой. Қатты бір неде қолданбасақ та, бірақ Excel-де қатты қиындық тудырмайды, бірақ та ол жерде ашып отыру деген дүниеге бір энергия кететін секілді. Мен сол энергетикалық тұрғыдан көбірек қарайтын секілдімін. Маған телефонда кетіп бара жатыр, мына жақта тамақ алдым, кофе алдым деп жазып қоя салу телефоннан ыңғайлы. Өйткені телефонды ұстау бізде ноутбукты ашқанға қарағанда уақыт болмайды ғой. Негізі сол себепті айтып кетейін дегенім, Excel-де егер қолайсыз болса, сіз қаржылық кеңесшіге әдет қылу керек. Негізі осы біздің Қазақстан Республикасында декларирование басталып кеткен. 2025 жылы 18-ге толған кез келген Қазақстан азаматы декларация тапсырады. Ол тапсырған келсе де келмесе де міндет, өйткені енді штраф болады, солның өзінің мерзімі болады. Сол себепті әрі енді қазақстандық міндетті түрде өзінің кірісі мен шығысы, актив пен пассивтерін санауға тура келеді. Енді бұл жағдайда екі шешім бар. Егер мысалы сен өзің ақша қаражатын санағың келмесе, оны делегировать етуге болады. Арнайы маманға тапсырып қою керек. Қаржылық кеңесшіге тапсыруыңа болады. Және де оны да әдетке қайтадан сол Америка мен Европаны айтайын, тіпті киноларға қарасаңыздар, олардың өзінің жеке дәрігері бар, жеке юристі бар, жеке адвокаты бар, жеке қаржылық кеңесшісі бар. Олар енді ақшасын шашу үшін оларды салып отырған жоқ, өйткені олардың заңды түрде міндеттелген. Сол себепті қоғамда бұл әдетке айналған, және де бізде Қазақстанда да осылай қаржылық кеңесшіге жүгінуге болады. Ал екіншіден қосымша деген тоже керемет негізі. Өйткені қосымша өте ыңғайлы, мобильді қосымша, ол әрдайым өзіңнің жаныңда жүреді, және де ол қосымша сізге лезде аналитика бере алады. Бірақ сол қосымшаға айтып кетейін, енді қазір негізі өзім қаржылық сауаттылыққа байланысты Қазақстанға адаптированный өзімнің жеке қосымшамды қазір жасауға қадам басып отырмын негізі. Сол енді бұйырса 1-2 жылда өзіміздің қазақи қосымшамыз пайда болуы мүмкін. Азық-түлік продукты деп азық-түлік. Және де біздің енді қазір подкастта талқылайтын сол мақсатымыз біздің енді менталитетке, өзіміздің бір ұлттық ерекшелігімізге, енді түркі елдерінің өзінің ерекшеліктері бар, шығыстарына, кірістеріне байланысты ерекшеліктеріне бар, соған адаптация жасалған қосымшаны шығару енді менің мақсатым болып отыр. Себебі жаңа Coin, Кипр басқа дегеніміз ол енді шетелдік болып келеді. Оларда тіпті теңге ғана осы таяу арада пайда болған негізі. Және де ол қосымшалар банктердің банк мобильный қосымшасымен интеграция жасалмаған. Бұл енді заңды түрде бізде это невозможно, бірақ енді болашақта бұл да интеграция жасап, сонда сіз мысалы Каспийдан қандай да бір шығын жасасаңыз, сіздің өзіңіздің қосымшаңызға автоматты түрде жазылып отырады. Одан кейін сіз енді кез келген уақытта өзіңізге айлық, апталық талдау жасай аласыз. Ал енді мен сол менталитетті қозғап жердім. Мен сол қаржылық сауаттылыққа байланысты осы қазақтардың біздің дәстүріміз, салтымыз, біздің көзқарасымыз, қоршаған ортамыз сол қаржылық сауаттылыққа қандай әсері бар? Олардың қаржылық сауаттылық деңгейінің төмен бе әлде оның ары қарай ол қаржылық сауаттылығын жоғарылату деңгейін жоғарылатуға деген біздің менталитеттің әсері бар ма? Сол жайлы талқылап кетсек. Әрине әр халықтың менталитеті оның тұрмыс тіршілігіне әсер етпей қоймайды. Біздің қазақтарда да сол, әсіресе менің ойымша енді ең көп әсер ететін нәрсе бұл біздің осы көз алартушылығымыз.
бай көрінгіміз келуімізде, мысалы үлкен көлік айдап, міндетті түрде бір шетелге шықсаң оның суретін салып, міндетті түрде бір ақшаң жетпесе де iPhone алып қымбат, ақшаң жетпесе де кредит алып той жасап, менің ойымша осындай нәрселер өте көп әсер етеді. Қазақ без понтов, беспонтовый казах. Сол сияқты, үлкен мынандай нелер жасап, шаралар жасап, міндетті түрде соған ақша шығарып дегенде, меніңше осы нәрселер өте көп әсер ететін сияқты. Мен оларды жасамайық деп тұрған жоқпын, бірақ көп жағдайда ысырап болады да. Тойға барсаң, мысалы, салаттың 2 түрін қойсаң да жеткілікті. Бізде міндетті түрде 5 салат, 4 холодный закуска, одан кейін 2 горячий. Оны жей алмайсың. Мен бешбармақтан кейін кім балық жейді, мен білмеймін да, мен просто уже балықтан кейін. Бірақ билеп кішкене кетіріп, одан кейін тұқымдауға. Білмеймін, менің асқазаным басқа ма, бірақ анау закускадан кейін бешбармақ сыймайды, бешбармақтан кейін балық сыймайды. Бірақ бізде строго сондай. Сосын тойдан кейін ананың барлығы пакетіне салынып, бычыт болып, сырап болып кетіп жатады да, былай қарасаң, оның қажеті қанша дейсің. Мен тіпті кейбір тойларда болдым, олай енді жайлы көсіліп жасаған жоқ, бірақ дегенмен соның өзінде де стөлдің үстінде желінбеген тамақтар өте көп қалады, мысалы. Не болмаса, осы 600 адамға той жасап, 500 адамға той жасап, машинамен ресторанға кіріп, машинамен кіріп, ақшасы жетпесе де оған несие алып, оны сондай нәрселер біздің немізді сол құртады деп ойлаймын да. Дұрыс қаржылық бағанағы сауаттылығымызды. Ол неге сондай туындайды? Неге біз сонда понты дейміз ғой? Мен өз басым тіпті анда үлкен қара джипті мақсат ететінмін. Аяғында сол джипті саттым, өйткені оның ешқандай. Осыны шын айтсам, менің гештальтым болған. Менде ондай гештальт, білмеймін, меніңше бұл неден байланысты деп ойлайсыздар? Тәрбие деймін, қалай білмеймін. Мысалы, менде санам кіргелі, мен айтатынмын, мен көлік алам, 1/4, не болмаса 1/6 болады. Мен айтамын, мен не істеймін ол джипті қалада. Енді мен жұмысыммен үйімнің арасында тау тас болса, болото болса, әрине мен джип аламын да жұмысқа жету үшін. Бірақ қалада барлығы асфальт, барлық жерде камера. Сен 60-тан асып жүре алмайсың. Анау көлікте ауаны тасығанша не істеймін мен саналы түрде неге екенін білмеймін. Көлігіңіз 1/6 ма? Иә, 1/6. Менікі де десе. Иә, және менде ешқашан мынандай үлкен джиптерге қарап, менде осындай болса екен ғой деген ой болған жоқ. Қазір мен айтам неге алғанымды, енді сіздердің көзқарастарыңызды тыңдайын деп отырмын. Жүріп көрдім жолдасымның джипімен өзім. Айырмашылық өте қатты, кәдімгідей шығын ғой. Шығын да шығын. Мен соны айтам да, мен көп жүрем, оның ішінде көліктерімді тасып, анау съемкаға барам, мынау съемкаға барам. Оның арасында мен 1/6 жүре берейін деп шештім. Қазір солай жүрмін. Енді жалпы неге біздің менталитеттің қаржылық сауаттылықпен байланысты? Біріншіден, бағана өзімізді айтып кеттік, бізде бала күннен ештеңе оқытылмайды. То есть бізде қалай десем екен, біз кеңестік ата-ананың балаларымыз ғой. Бізде кеңестің кезінде біз как раз менің 5-6 жасым, менің ақшаға деген қажеттілігімнің туған кезі, ол как раз Қазақстанның экономикалық құлдырау кезеңі болған. То есть ол кезде біз ең алғаш Абай атамыздың түрін анау ақшадан көріп, жаңағы Әл-Фарабиді 1 теңге көріп, 1 теңгелік Әл-Фарабиді көріп, деп біздің мамаларымыз қуанып жатыр. Ана мамалар не то что қаржылық сауаттылық, біздің емес, мамалардың қаржылық сауаттылықтан хабары жоқ. Сондықтан бізде қайдан ол болсын деген секілді, иә. Бірақ біздің жалпы тарихты алып қарайтын болсақ, ата-бабаларымыз әрқашан өзінің қанша малы бар екенін білетін да, мысалы. Есепте алды ғой дейсіз ғой. Есепте алды, оның саны да болды, сапасы да болды. Қайда қанша ақша, мысалы, мал жарататын, қалың мал деген мысалы қайда болды, оның бәрі болды ғой. Енді келсе, мен онда жоққа шығармаймын да, ханым. Бірақ қараңызшы, өзіңіз жаңа айтқан қоғамдағы понт. Ол қайдан келді? Ол қайдан туындады? Иә, бұл енді ақпараттың жоқтығынан емес, білімге емес, мен ойлаймын, бұл синдром бедности дейді ғой. Кедейшілік психология. Жоқ, бізде мысалы қазақтарда байлар да болды, кедейлер де. Біз тек қана мысалы совет заманын алып қарап жатқан жоқпыз ғой. Біз бүкіл біздің қазақтың тарихын алып қарап жатырмыз. Меніңше сіздер айтып отырған нәрсе ол қалыпты нәрсе. Бізде әлем бойынша енді бір күшті халық жоқ қой. Әр халықтың өзінің ерекшелігі бар. Плюс минус дейтіндей. Сондықтан менің бағана айтқаным, біздің қазақ халқының да өзінің плюстары өте көп. Минустары да бар, бағана айтқан нәрсе. Ол қайдан шықты деп қазбалайтын нәрсе емес сияқты да. Ол әрқашан біздің тарихта болды. Иә, әрқашан тарихта болды. Біздің жақсы, мықты жақтарымыз да бар. Мен әрқашан айтатын нәрсем, әлем бойынша 9-шы орын алатын территорияны сақтап қалу, екіден халықты
екіден бірінің қолынан бермейді. келмейді, әрбір халықтың қолынан келмейді деймін да. Мысалы бұны да біз айтуымыз керек. Біздің қаншама мысалы өте мағынасы терең дәстүрлер бар, мағынасы терең салттарымыз бар, иә. Ол да мысалы жайдан жай пайда болған жоқ. Қазақ өте дана халық болған, өте ақылды халық болған да. Және басқа ұлттармен қалай біз тату-тәтті, мен қазір шетелге жүрген сайын таңғаламын, біз Қазақстанда коммуникация енді басқа ұлт өкілдерімен қалай біз тату өмір сүреміз. Өйткені мен тіпті сол орталық Азияның елдеріне қазір енді оқу бойынша, жұмыс бойынша жүріп жүрмін. Енді ерекшеліктері бар. Менің ойлаймын, қазақтар енді қонақжайлылық жағынан, әрине бұл дәстүр жағынан біздің ерекшеліктеріміз көп. Сондықтан өзінің плюстары бар да, минустары да бар. Бірақ енді мен өз зерттеу жұмысы аясында сол осы қазақ менталитетінің қаржылық шешімдерге, қаржылық сауаттылыққа әсерін талдау бойынша енді мен осы 50 жылда алып отырмын да. Негізгі сол синдром бедности деген сол біздің совет заманынан, кеңес одағы заманынан қалыптасып қалған. Өйткені жоспарлы экономика деп айтамыз. Жоспарлы экономикада яғни ешқандай конкуренция жоқ. Конкуренция болмаған кезде экономикада ешқандай сұраныста, ұсыныста болмайды. Олар мысалы сенің наның 1 копейка тұрса, ол бүкіл совет одағы бойынша 1 копейка тұрады. Одан кейін сол нан жасаушылар ешқандай талпыныс, оны өзгерту деген стандарт бойынша жасай берген. Және де адамдар өмір сүргенде оларға кеңес одағы шешеді. Сен қайда жұмыс істейсің, қандай пәтер саған керек, кімге тіпті енді үйленіп семьяңмен осы жаққа кетесің дегендей оқу, медицина барлығы тегін болған. Сол себептен кішкене ондай әлгі предприимчивость, саудашылық деген бізде қалып қалды ма? Ол жоқ болып кеткенде, енді кішкене сол жағынан мышление деградировало деп айтуға болады. Осының барлығы енді қазіргі біздің сол ата-аналарымыздың бізге ештеңе бере алмағандығына әкеп соқты. Бірақ біз енді сол жібек жолы бойынша біз жаңа көшпенді халық болған кезде, егер біз 100 жылдықты алсақ, 200 жылдықты алсақ, негізі біз сауда жағынан да жақсы болдық, ұқыптылық жағынан да, малды есептеуді білдік. Және малды есептеумен қатар бізде негізі қазақ халқында, түркі халқында, көшпенді халықтарда қаржылық жоспар жақсы болған. Өйткені олар мысалы жылға сол қыс мерзімінде сол тамақты үлестіріп, игеріп, тіпті ақша қаражатын игеріп, келесі көктемге дейін қалай өмір сүріп шығамыз деген тіпті алдын ала жоспар жасауды да білген. Одан басқа қазір қанша малың бар, көктемде ол қанша болады? Қанша төлдейді, мысалы төлдеп қасқыр жеп кетсе, немесе басқа ауыл қуғындап алып кетсе деген, сонда енді бәрі қалыптасқан болады. Бірақ осы енді кеңес одағы кезінде осы жоспарлы экономиканың әсерінен әрине сондай ажырап қалдық. Үзіліп қалды да, ортадағы сабақтастық үзіліп қалдық демейік, сәл тежеп қалдық деп айтайық. Қазір қуып жетіп жатқан сияқтымыз. Тежеп қалдық. Бірақ енді синдром бедностьқа келетін болса, өзімнің мысалымды айтып кетейін, осы қара жіпқа мінгенімді. Негізі мен сол менің қоршаған ортам коммунист адамдар болды. Олар ешқашанда там ақша табу, бизнес жасау деген ұмтылыс болмаған мүлдем. Тіпті мені 2008 жылы менің тәтелерім мені спекулянт деп те айтқан, хотя біз уже рыночный экономикада спекуляция деген сөз болмайтында да. Себебі біздің барлық менің туыстарым, қоршаған ортам, онда ақшаға деген ұмтылыс болмайтын. Бірақ мен өзім солай енді жаратылғам. Осы атамның немерелерінің арасында мен жалғыз ғана сол есеп және аудит мамандығын игерем деп барған болатын. Өйткені менің атам өзі бухгалтер болған, бірақ ол бухгалтер коммунист болған. Ол деген там өзіме бай болу деген болған жоқ. Бәрі енді колхоз үшін, совхоз үшін, ел үшін дегенде бой за Сталина деп сол 96 жасына дейін жүрді ғой. Марқұм болып кеткен қазір атам. Енді сол кісінің барлық тәрбиесі әрине маған әсер етті. Бірақ ішімдегі әйгерім негізі ол неге осы көп ақша тақса не болады екен? Ана бай адамдарды қарап, одан кейін университетте жүргенде мен завод, неше түрлі, енді Семейде негізі заводтар көп, соларға барып, енді экономика тұрғыдан қарастырғанда, мен өзім ойлайтым, жақсы ақша тапсам, менің өзімнің качество жизни дейді ғой, өмір сапасы да жоғарырақ болады деп. Енді айта кетейін, 20 жасыма дейін бізде водопровод болмады, жер үйде тұрғанбыз, туалет далада. Бұның барлығы әрине қыз бала үшін әсерін тигізеді. Тем более сен басқа салыстырмалы түрде басқалардың қалай өмір сүріп жатқанын көргеннен кейін де. Енді ата-анамыз тәуба, осыған тәуба, осы да жетеді, бізде талай қиыншылық өткенбіз деген сондай ұстаным болды. Сондай ұстаным болды, ол маған өте қатты прям қынжылтатын мені. Сонда Семейде жүргенде сол үлкен қара джиптарды көріп, ой, осы мына заводтың директорының джипі күшті екен, ішінде отырған керемет шығар, 40 градус аязда Семейде гололедта. Сен әлгі 6-4 машинамен қатып қап бар, тіпті тон киіп алсаң да, содан бастап туындаған ғой деймін мен өзім басыма. Менің негізі жолдасым ондай мүлдем жоқ, ол тіпті жаяу жүрсе де, біз мысалы машинаны сатып садық, оған бәрібір қандай машина мінсе де. Сонда мен айтқам, жоқ, мен осы үлкен қара джипті алуым керекпін.
бұл менің алдыңыз психология алдым, түсіндім. Бірақ сол мен енді әрбір нәрсені алғанда тиімді ұстану деген менде бар. Мен айтамын, бұл қара джипті аламыз, біз енді 35 000 километр 1,5 жылда күйеуіміз екеуміз жүргіздік. Өйткені машина как раз сол жаңа айтқандай оффроуд дейді ғой, әлгі неше түрлі жерлермен жүруге егер күшті ғой, мына керемет машина, мен өз туған жеріме барайық, анда барайық, туыстарымызға барайық деп 35 000 километр жүргізіп әйтеуір жақсылап, енді машинаға рахмет үлкен. Одан кейін енді Алматы қаласында жүруге оның ешқандай енді тиімділігі жоқ, қажеттілігі жоқ, сол себептен сатқан болатынбыз. Бірақ мен енді бұл менің мысалым, ішімдегі жай бұл енді психологиялық тұрғыдан қандай да бір гештальт жабу немесе соны тортты көресің ғой, торт күшті болып көрінеді саған, мысалы сол тортты жегің келеді, а оны сен тістеп жейсің, ойлайсың, ой мынаның ішінде өңкей сливки ғана, ешқандай тәттілігі де жоқ деп. Сол секілді болды сіз ғой. Сол секілді болды. Бірақ қарап отырсақ, менің енді қоршаған ортаға келетін болса, қазір енді қазақтардың екі түрі бар. Мен зерттеу жүргізгенде бір қазақтар мысалы енді түк көрмегендік дейді ғой, көрсе қызар дегенде сол джипті алу, үлкен той жасау, сондай ұстанымда жүреді. А екінші поколение, біздің екінші буынды айтсақ, олар енді бізде осознанное потребление деген қазіргі тіпті өзінің national identity дейді, қазақилығымызды күшті сондай вкусно қылып көрсетіп жатыр. Көптеген бизнесмендер де бар, және олардың өмірінің жүріс тұрысы прям әлгі сторизда, ой мен бизнес класспен ұштым, ойбай бүйттім деген ештеңе жоқ мысалы. Артық мақтану жоқ. Да, артық мақтану жоқ. Бірақ бәрінде баланс болу керек деп ойлаймын. Өйткені мысалы тіпті бизнес класспен ұшу дегенде біздің достарыммен талқылаған кезде де мен бұрын ойладым, ойбай мында көп ақша жинап оны не үшін ұшу керек деп. Бірақ кейін талқылап оны сол тортты тістеп көргеннен кейін мен түсіндім, менің өмірімнің графигіме байланысты бизнес класс тиімді екен. Яғни мен одан да көп ақша табуым керек, себебі ол менің сол өмірімнің ұстаныма қажетті нәрсе екен. Бірақ қандай да басқа заттар бар, олардың тиімділігі төмен. Ондай заттарға мен енді шығындауға әлі дайын емеспін. Енді сол жақта не ойлайсыздар? Жоқ, мен бағанағы баланс туралы айтайын деп едім да. Көп жағдайда сол ақшаны үнемдеу керек, анау мынау деп жатамыз ғой. Бағана айтқан балаларға мысалы және ересектерге ақшаны үнемдеп қана қоймай, қор жинап қана қоймай, сонымен қатар дұрыс жаратып үйрету керек та. Себебі ондай болмаса адамда сараңдық пайда болады. Мысалы, менің ұлым өзінің карманның ақшасы бар ғой, бірақ менімен бірге жүрсем, мен төлеймін тамаққа да. Ол мысалы қосымшаға барады, қосымшадан кейін 1 сағат біз қызымызды күтеміз, одан кейін тренировкаға барамын. Сол 1 сағатта ол кей кезде айтады, мам, кафеге барайықшы, қарным ашып тұр дейді. Мен айтамын, жарайды, сен бірге барамыз, сүйікті тамағын жейді, әрине мен оны төлеймін. Кеше маған звондайды, мама, мен ана келген жоқпын да, мен айтамын, бірден тренировкаға алып кетемін, говорю, өзің отыра тұр, күте тұр, жақсы дейді. Мен тамақ жесем бола ма дейді. Мен иә, әрине болады. Ақшаң бар ғой деп едім. Сөйтсем тамақ жемепті. Мен айтамын, неге жемедің десем, жегім келмеді. Мен айтамын, жегім келмеді емес, говорю, шын айтшы десем, енді сіз айттыңыз ғой, өз ақшаңыздан төле. Я говорю, аха, сен ойлағансың ғой, мен саған ақша беремін деп, яғни мен айтамын, сен жегің келді ма сол тамақты десем, иә дейді. Неге алмадың десем, ақшасын аяпты да. Мен сол кезде айтамын, сен не үшін оған сонда ақша саған не үшін керек деймін? Егер өзіңе керек, дәл қазір қажет болып тұр, қарның ашып тұр, өзіңе ұнайтын нәрсені алмасаң, сен қазір мысалы ол тамақты сен таңертең жеп, обедте жеп, кешкісін тағы да жейін деп жатқан жоқсың ғой, енді былай қарасаң бір андай керек емес дейтіндей тағысын, не болмаса қарның тоқ, бірақ барып тамақ жейін деп жатқан жоқсың, иә. Уақытында керек нәрсеге жұмсамасаң деймін, ол ақша керек емес нәрсеге бәрібір жұмсалады. Қалай да болса солай. Сондықтан мен уже ақша жиналып бастағаннан кейін оларда кішкене сараңдық пайда болады. Менде 7 000 жиналып қалды ғой, енді оны шығарғысы келмейді, иә, төлегісі келмейді, енді оны жинай бергісі келеді. Сол кезде бағана баланс демекші, баланс басқа жаққа ауып кетеді да, енді қайта ақшаны ұстап қалу, оны жаратпау дегендей. Сол жерден де мысалы баланы қолынан алып өткізу керек екен. Мынаны өзіңе жаратып үйрен дейді. Енді Айна ханым қараңыздаршы, баланс демекші, мысалы мен кәдімгідей бала емес те бұл жерде, ересек отбасыларды білемін дейікші. Ақшаны жинайды, бірақ ол ақшаны жинағаннан сол жағы сараңдық іске қосылып кете ме, өмір сапасын жақсартуға тырыспайды. Бірақ ертең балаларына, мүмкін тағы білмеймін ғой, енді бір недвижимость, жылжымайтын мүлік алып қоюға, үй алып қоюға, тағы бір нәрселерге жұмсаймын дейді. Бірақ та
енді расымен де қазіргі өмірдің сапасы өте төмен деп айтуға болады. Мүмкін жай ғана нанмен маймен шай ішіп отыру деген секілді, то есть балаға керекті витаминді бермеу және сол үйдің баласының да қарны ашып жүру деген секілді дүние. Бұл енді біреудің үйінің әңгімесін бұл жерге келіп жаю деген болмасын, мен айтқым келіп отыр да. Болмаса екінші бір дүние бар да, мысалы ақшаны табамыз, бірақ сол ақшаны мысалы өзімнің киінуіме жақсы қоғамда жаңағы біздің личный упаковкамыз бар ғой, жақсы киіну, жақсы сөйлеу, жақсы ойлаумен бірге біздің жақсы киіну өзімізді үйлесімді қылып көрсету. Былайша айтқан кезде ол біздің упаковкамыз, иә. Жақсы киінуге жұмсамайтын, мүлдем болмаса жақсы тамақтануға жұмсағысы келмейтін, одан да үйге келіп там сорпа қайнатып ішсін, иә. Ана жерде өйткені ет бар, а неге ол рестораннан тамақ ішеді деген секілді. Сондай ересек адамдарды көп көремін. Иә, ол категоричный мышление деп айтады ғой, ол шашал десе бас алатын. Бұл сонда жағы сіздер айтқан, енді мен бұл жерде анау қаржылық сауаттылық екеуіңізге қарағанда білімі ең аздау адам шығармын енді. Расымен де мен өйткені кейіндеу келіп жатырмын да. Сіздерден сұрап алайын деп ашып отырып алайын да. Жоқ, мен түсінбей жатқаным. Енді бұл кедейшілік психология деген осы ма сонда? Иә, кедейшілік психология негізі сол көрмегендіктен, қандай да бір адамның өзінің психологиялық айтады ғой, бір қылжылғаны болуы мүмкін. Сөзіңізді бөліп жатырмын, иә, Күнекей, мен Әйгерімді Күнекей, мен мысалы бала күннен бай отбасыдан шықпадым. Мен орташадан сәл төмен отбасыдан шықтым. Былайша айтқанда, тек қана бізге білімге жұмсай алатын, бір киім алса, жылдың аяғына дейін мен тек қана сол жемпірмен жүруім керек, болмаса сол юбкамен жүруім керек. Бір форма алсам, сол формамен жүретіндей. Енді былай қарап қалған кезде біз енді қазір өстік, өз қолымыз өзімізге жетті, бірақ та ондай психологияны жасай алмын, бірақ дәп өзіміздің қатарластарымды көремін де, соны жасайтын. Сонда кедейшілік психология менде де болуы керек еді ғой. Әлде бар ма? Жоқ, ол болады ғой, мысалы бір видеоны екі адам көріп, әртүрлі түсініктер, әртүрлі қорытынды жасайды. Мысалы бір нәрсені, бір картинаны қарап, біз екеуміз әртүрлі қорытындыға келуімізге болады. Ол енді өзінің тума бітіміне байланысты шығар, қалыптасқан характеріне, қоршаған орта оған әсерін тигізеді. Біреу жабылып қалуы мүмкін. Менің де шынымды айтсам, класстастарым көбі сол семейде қалып қалды мысалы. Бір жағынан олардың да бұл өзінің көзқарасы, мақсаты сол өмір сүру, оларға мысалы қазір бақытты сезіну мүмкін. Ол да норма да. Бірақ менде әрдайым ұмтылыс болды. Сізде де ұмтылыс болды. Сіз енді Алматыға бостан-бос келген жоқсыз ғой. Отырар едіңіз ғой Өскеменде десеңізші. Өскеменде отыра беруші едіңіз да. Бұл да енді ұмтылыс сіздің өзіңіздің характеріңізге байланысты, және де қандай да бір қоршаған орта минимум берсе де, соны максимум ретінде қолданып ұмтылғаны болуы мүмкін. Ал енді бірақ мен көптеген отбасыларды білемін, сол өзінің кедейшілік мышлениясын өзгертіп, мысалы өмір сапасын жақсартуға ұмтылғандар, оларға енді қандай да бір сечение обстоятельств дейді ғой, басқа қоршаған ортаға туындауы, немесе менің өзімнің таныстарым ішінде осы ер адам басқа жұмысқа ауысып, сол жақтағы ер адамдардың көзқарасын өзіне сіңіріп, өзінің көзқарасын өзгертіп, аяғында әйеліне әсерін тигізіп, отбасы қазір өмір сапасын өте жоғарылатып, там путешествие жасап, неше түрлі сондай білім алып, жақсы мектепте оқығысы келді ма, оған барды, шетелге барғысы келді ма, барды, жақсы киім алып, соны мен ыңғай айтамын, соның дәмін татқысы келді ма, істеді, көрді. Оның барлығы сол бір стечение обстоятельств, бір адамның кездесіп, оған сөйтіп айтып, ол жағып, ары қарай ұмтылғанына әсерін тигізді. Бұл енді әртүрлі болып келеді. Бірақ және де сол менің айтайын дегенім, блогер миллиондықтар, тіпті қазақша сөйлейтін, орысша сөйлейтін көптеген блогерлардың қазір қоғамға деген әсері жоғары да. И бір жағынан мен ойлаймын, негізі адастырама аудиторияны, қызықтырама. Да, мүмкін болады, кішкене адастыру дегенде болады, манипуляция дегенде болады. Және де мен байқағаным, мен консультацияға мыңдаған адамдар келген, негізі осы менің өзімнің тәжірибем болса, қазақша да сөйлейтін, шетелдіктер де болды, орталық Азиядан келді. Көбінің бастайтыны, ой, осы блогер айтқан маған. Мен біз баяғыда мен кітаптан оқыған, апайым айтқан десек қазір блогер маған сөйтіп айтқан, осылай бизнес ашсам, мен ертең бай болып кетемін деп. Мен айтамын, сен ол блогер, ол бай болуға мысалы 15 жыл жасаған шығар. Тіпті мына Каспидің өзін айтсақ, көп айтады, ой, Каспи керемет, қандай күшті. 15 жылдай таза еңбек қой. Ол адамдар өзінің мүмкін отбасына баруға мүмкіндігі болмады, қандай да бір басқа мақсаттарына жертвовать етті дейміз ғой, мақсат қойып, сол қаншама жылдың біз
тек қана қорытындысын ғана көріп отырмыз. Ал көбінде бұл таза еңбек. Онда быстрый деньги деген болмайды. Быстрый деньги дегеніміз ол қаржылық пирамида, ағайын. Соны біліп қою керек. Өйткені бүгін 100 мың сал, ертең 500 мың деген болмайды. Себебі тек қана қазақстандық экономика емес, дүниежүзілік экономиканың ортасы ондайға бейімделмеген. Быстрый деньги нету. Мен айтамын да, егер ондай формула бар болатын болса, адамдар оны біліп алып бөліспеуші еді. Егер қазір 100 мың салып, ертең 500 мың шығарып алатын болса, кім бөліседі? Ешкім бөліспейді, өзі ақ сол ақшаны алып отырады. Бірақ адамдар оған сенеді, барады ақшасын салады, тағысын тағы. Магическое мышление, сол магическое мышление деген болады. Анандай біздің миымызда не бар да? Ми деген сәл пәл жалқау ғой. Ол ақша табу үшін бірдеңке істеу керектігін біледі. Бірдеңке істеу, оған бәрібір не істеу. Ақшаны алып пирамида салдым ба, мида галочка болады. Мен әйтеуір бірдеңке істедім ғой. Әрекет жасадым ғой. Ал ол дұрыс әрекет па, бұрыс әрекет пе, ми оны ойлану үшін адамға кәдімгі критикалық ойлау керек та. Ал біз көп жағдайда миымызда ерінеді, өзімізде ерінеміз, барамыз да, мен әйтеуір бірдеңке істедім ғой. Әйтеуір сол үшін де мысалы көп курстарда қаралмайды. Миллионер болу үшін курс алдым ғой. Әйтеуір алдым, значит, қазір енді оның барлығы маған миллионер болып, ана білімнің барлығы маған сіңеді, бірақ курсты өтпейді, ол курсты міндетті түрде өтіп, одан алған білімді дағдыға айналдырып, ол дағдыны сосын мамандыққа айналдырып, мамандықты ақшаға айналдыру, ол сәл уақытты талап етеді. Ал біздің миымыз ондайға дайын емес та, жай ғана курс сатып алсам болды, енді қолымды қусырып, былай отыра берсем болады, ертең ақ миллионер болып оянам деген. Сондай осы манипулятивный неше түрлі қазір көп айтады ғой, кризиста негізі сол алаяқтар да байиды. Олар алаяқтар көбейе бастайды. Өйткені адамдар уязвимый деп айтамыз ғой, шешімді таба алмайды. Мемлекетке жүгінем дейді, мемлекетте мысалы көмек болмауы мүмкін. Бірақ бір жағынан мен осы айтып кетейін дегем, жоспарлы экономиканың бір минусы ол адамдарды мемлекетке жүгінуге қаратып қойған. А негізі рыночный экономика дейміз, нарықтық экономиканың бір признагы, бұл дегеніміз ол мемлекетке жүгіну емес, мемлекет араласпау керек негізі экономикаға. Бізде недвижим, жылжымалы мүлік нарығы болсын, қандай нарық болмасын, бәр жерде мемлекет жүр. Әрине бұл нарықтық экономиканың енді теориясы бойынша, практикасы бойынша дұрыс болмайды. Сол себепті мемлекетке жүгіну, басқаға қарап қалу деген болмау керек. Сіз міндетті түрде өзіңізге сенуіңіз керек, өзіңіз дамуыңыз керек, және де критикалық ойлауды да қосу керек, себебі ертең бай болып кететіндей ешқандай онда формула жоқ шынымен. Қаншама жыл өмір сүріп жатырмыз, енді ол ертең байып кететін, егер сізге наследство түспесе, немесе лотерея ұтып алмасаңыз, бұл енді өте теория вероятность бойынша өте сирек кездесетін. Және не бойынша, анализ бойынша лотереяны ұтып алған адамдардың бірде біреу бай емес. Барлық лотереяны ұтып алған адамдар 2 айға жетеді, сол ақшасы $1 миллион болса да. Өйткені привычка жоқ, себебі ол ақшаға айналдыру дағдысы жоқ, дұрыс жарату, оны дұрыс ұстау дағдысы жоқ та, сондықтан 2 айда барлығын құртып жібереді, сосын қайтадан сол деңгейге құлайды. Негізі финансологияның бірінші сабағында сол лотерея ұтқан адамдардың суреттері қойылған менде. Өйткені менің негізі мектебімнің постулаты қаржылық сауаттылықтың дағдысы қаржының қолда барынан тиімдірек деген. То есть навыки финансовой грамотности ценнее, чем наличие финансов, орысша айтқанда. Бұл менің постулаты болған, және әрбір сабақты бастағанда сол лотереяның фотоларын іліп қоятын, айтады, міне там Тирон Шарабаси деген там Америкадан қаншама миллиондап алған лотереяның қазіргі адамдардың қолында ақша жоқ, банкротқа ұшыраған, немесе оларды ешкім білмейді. Өйткені қаншама ақша берсем де қазір, тіпті айнамен бұлбұлға да қазір $1 миллион берсем, екеуі әртүрлі қорытындыға келеді. Бұлбұл барып люкс сумкалы Люкшәлі сөйлесейікші. Иә, соны. Мүмкін тіпті бұл оны сақтап қояды, анеске депозит ашып, оның болашағына деп ақша салып қояды. Айна барып өзіне люкс сумка. Сол $1 миллион. Сол себепті ақшаға байланысты сіз олардың дағдыларыңыз тиімдірек. Сол себепті қаржылық сауаттылық дағдыны қазірден әдетке айналдырсаңыздар, сіз қаншама банкрот болсаңыз, ақша жетпесе де, басқа мемлекетке көшіп кетсеңіз де, сіздің тіпті дініңізді өзгерсеңіз, тіліңізді өзгерсеңіз де, бұл дағды өмір бақи сізбен қалады. Сол себепті қаржылық сауаттылықты жоғарылатуға қазірден бастап қадам жасау керек. Ал енді сол люксқа келетін болсақ, біз люксқа көшпей тұрып бір нәрсе айта кетейінші. Есіме түсті да, балаларыма да айтып жүрген нәрсе. Мен айтам, сендер ақшаны бір объективті нәрсе деп қарамаңдар деймін да. Ақша ол бөлек нәрсе да. Относительная величина. Ақша деймін, ол жай ғана мысалы сен мына бөлмені қазір деймін, ақшаға толтырып қойшы деймін, есігін жауып қой. Сенің өміріңде не өзгереді деймін? Ештеңке өзгермейді. Мен айтамын, әрине ештеңке өзгермейді. Барып қазір мен немене зажигалкамен чиктеп қалсам, оның бәрі жанып кетеді. Не өзгереді? Мама ештеңке өзгермейді. Мен айтамын, әрине өзгермейді. Қай уақытта өзгереді? Сен оған алып
ақшаға бірдеңке сатып алғанда, мысалы өміріңде көлік пайда болды, өміріңде жаңа білім пайда болды, сен барып саяхаттап келдің. Мен айтамын, сен ақша табуға ұмтылма деймін. Сен қандай мақсатың бар өміріңде, соған ұмтыл. Ақшаны мен соған жаратам деп. Ақшаны ақша табу үшін емес деймін, ал өзіңнің мақсатыңды жүзеге асыру үшін. Себебі бізде көп жағдайда фокус ақшада болып қалады да. А не үшін бізге ақша керек? Ол жақта фокус жоқ. Сондықтан бізге мысалы ақша өте қиын келеді. Өйткені қаржылық мақсатты қойған кезде де сіз сол ақшаны қайда жұмсайтыныңызды білмесеңіз, ол ақша келмейді сізге. Ал былай ақшаның өзін жинап қойсаң, мен айтамын, ол қағаз деймін да, жай ғана қағаз. Тіпті жыртсаң да жыртыла қалатын қағаз деймін. Сондықтан ақшаға сонша құмар болмаңдар деймін. Сен ойлан деймін да, маған не үшін ақша керек? Мысалы, PS-тің джойстигі сынып қалды ұлымда. Айтам, ремонт қанша тұрады? 4 мың теңге тұрады. Вот сол 4 мың теңгеге барып жасат. Сен өзің ләззат аласың, PS-ті ойнап отырып, ақшаң да дұрыс нәрсеге кетті деймін да. Ал былай оны қалтаға салып қойып, менде 4 мың ақша бар деп, бірақ джойстигің де істемейді, өзің де ләззат алмайсың. Ашсың еще, тамақ ішпегенсің. Еще тамақ ішпегенсің деймін да. Сондықтан солай сәл біздің өзіміздің назарымызды ақшаның мақсат дегенге аударсақ, меніңше сол дұрыс болады. Сол жаңа айтып кеткендей, егер қаржылық мақсат қойып, енді люксқа көшесің, қаржылық мақсат қойып, сол енді мақсат қойған кезде ол ақшаны қайда жұмсайсың, соны білу керек, толықтай жоспарлап жасау керек. Қаржылық мақсат тек қана там холодильникқа 10 миллион долларды жабыстыру ғана ғой емес, ол кішкене ойлап, өзіңнің бюджетіңді санап, оның есеп шығынды жүргізіп, кішкене талдап, оның шынымен сенің өміріңе, өзіміздің қоршаған ортаңа, өмірінің уровені дейміз ғой, соған керек па жоқ па деген. Тіпті қаржылық мақсаттың өзін по смарту деп айтамыз ғой, смарт деген да, ол тіпті адамдардың көбі сөйтіп жазып қояды 10 миллион доллар деп. Мен сен қазір 100 мың теңге табасың, қайда 10 миллион доллар? Әрине бұл мақсат амбициозный, жақсы. Тіпті мен өзім де айтамын ғой, мысалы Инстаграмда миллион подписчик болса деп. Мен бір жылда ол миллион подписчикті жинау мүмкін емес. Оны егер критикалық ойлап көрсем. Ол енді әрине мүмкін, егер мен бәрін тастап сол Инстаграмда күн бойы билеп жүрсем, немесе ақша қаражат салсам, достижимо. Хайп жасасам. Хайп жасасам да. Ал шын мәнінде ол енді критикалық ойлауға жүгінсек, ол енді 3-4 жылдың арасында жететін мақсат. Сол себепті қаржылық мақсатты да кішкене ойлап, оны тәптіштеп, жақсылап, өзінің бюджетіне сәйкес, кішкене қарастырып, жоспарлап жасаса, сонда ғана ол қаржылық мақсатқа жетуге болады. Ал енді сол люксқа келмей тұрып, қайта люксқа келмей тұрып, тағы бір ой есіме түсіп жатыр. Енді қараңыздаршы, жаңағы қаржылық мақсатты қойды. Мысалы, жаңағы отбасы нанға май жағып қана жеп отыр, қара шай ішіп отыр, бірақ тәтті дәмді пәтер алу үшін. Қаржылық мақсат пәтер. Бұл жерде жаңағы сіз айтып жүретін прожиточный минимум деген дүние, яғни сен комфортты өмір сүру үшін бәрібір определенный анық басқа бір суммаң болу керек секілді. То есть мына секілді қатты, мысалы сен бауырсақта, ши бауырсақта, үлкен бауырсақта жеп отыру үшін сол нәрсені біздің аудиторияға, енді қазақ тілінде бірінші рет болып жатыр ғой, соны түсіндіруіміз керек секілді. Ал емес сол прожиточный минимумды айтып кетейін, сол шында да. Люкстан бұрын, люкс жары. Бірінші базалық қажеттіліктерімізді қанағаттандырып алайық. Негізі сол қаржылық сауаттылықтың бірінші қадамы ол өзіңе баға беру. Мен сол лотереяның фотоларын қойғаннан бері өзіңе баға беру өте маңызды болып келеді. Баға дегеніміз, сен мысалы нарықта қанша тұрасың, отбасы ретінде сенің бағаң қанша деген. Ол дегеніміз актив пен пассивтеріңізді санап алу. Актив дегеніміз ол ақшаға айналдыратын және табыс әкелетін материалды және материалды емес құндылықтар. Мысалы, мына кесенің өзі актив болып келеді, өйткені оның нарықтық бағасы бар. Бұл кесені мен сата аламын ба? Сата аламын. Бұл дегеніміз, яғни актив болып келеді. Мен мысалы бауырсақ, мысалы, бауырсақты біз сата аламыз да, оның өзінің нарықтық бағасы бар, өйткені нарықта бауырсақты сатады, енді признаки актива деп айтамыз ғой. Бір жағынан, мысалы, пәтеріңіз болса, оны сіз жалға беріп, ол сізге табыс әкелуі мүмкін. Немесе, мысалы, видеоаппаратура, осыны сатып алып жалға берсең, бұл да саған табыс әкеледі. Бұның барлығы актив болып келеді. Сол себепті біріншіден өзіңіздің активтеріңізді санап алуыңыз керек. Қаржылай мүмкіндіктер, былайша айтқанда. Саған ақша әкеле алатын нәрселер. Сатып, жалға беріп, не болмаса басқаша. Признаки актива деп айтады, оның біріншісі нарықтық баға беру. Нарық дегеніміз любой базар, кез келген жерде ол сұраныс болып оған баға берсе, бұл дегеніміз активтің бірінші признагі. Екіншіден, ол табыс әкелу мүмкіндігі бар ма жоқ па деген. Бірақ кейбір активтер табыс әкелу мүмкіндігі болмауы мүмкін, бірақ ол актив болып саналады. Мысалы, көлік, көлік мысалы. Бірақ көлік бізде кішкене күрделі айтып келсем, условный пассив, условный актив деп екі жақта құбылмалы жүр. Және де материалдық емес деген актив деген, ол мысалы Инстаграм парақшамыз. Материалдық емес деген, ол сені қолмен ұстай алмайсың, бірақ оның өзінің құндылығы бар, бағасы бар. Ол сіздің миыңыз,
сіздің дағдыңыз, егер сіз фотограф болсаңыз, видеограф болсаңыз, немесе сурет салсаңыз, бұл да сіздің нарықта сіздің дағдыңызға баға беретін актив болып келеді. Соның барлығын тізімдеп жазып алу керек. Екіншіден, сіз пассивтеріңізді жазып алу керек. Пассив дегеніміз сол баяғы кредитіңіз, ипотекаңыз, туысқа берген, туыстан алған қарызыңыз, сіздің және күнделікті шығыстарыңыз, соның барлығы пассив болып келеді. Ал осы жерде, жаңа бұл ханым менің финансология курсымнан айтып кеткен, прожиточный минимум деген анықтама бар. Негізі прожиточный минимум мемлекет тарапында там потребительская корзина, прожиточный минимум деп саналады. Бұл дегеніміз ол емес. Прожиточный минимум біз енді финансология курсында айтып жүретін, бұл әрбір адамның немесе отбасының қолайлы өмір сүруіне бағытталған шығындар жиынтығы болып келеді. Яғни, егер сен бір айда күнделікті кофе ішкің келсе, ол кофені сен мысалы менің давлением төмен, сол себепті мен кофе постоянно ішемін да. Мысалы, ол менің қажеттілігім денсаулығыма мысалы байланысты. Бірақ кофе енді вредный нәрсе, айтып кетейін. Сонымен мысалы біреу маникюр жасайды там, міндетті түрде, оған ол қажетті нәрсе. Немесе мысығы бар, менің өзім мысығы бар, оның енді мысығымды аштан өлтіріп қоямын ғой. Иә, аштан өлтіріп қоямын ғой. Сол сияқты өзі әрбір адамның, әрбір отбасының өзінің өмір салтына байланысты жиынтықтар бар шығындарының. Ол шығындарының жиынтығы оның комфортына байланысты болып келеді. Біреуде ол 200 мың теңге, біреуде ол 2 миллион теңге, біреуде 20 миллион теңге. Әрбір адамның отбасының прожиточный минимумы әртүрлі болып келеді. Соны санап білу керек. Соны санағаннан кейін сіз прожиточный минимумды 6-ға көбейтесіз. Сол 6-ға көбейткен шыққан сома сіздің қорыңыз болып келеді. Ертең жұмыстан айырылып қалсаңыз, немесе қандай да бір кіріс көзінен айырылып қалсаңыз, сол қор сізді 6 ай сол прожиточный минимумға қарай жақсы өмір сүруіңізге қолайлы жағдай туындауға біз енді сондай бір правило деп айтуға болады. Бірақ сол прожиточный минимумды ұмытпаған жөн. Өйткені сіздің өмір сапаңыз төмендей кетсе, сіз ақша табуға да мүмкініңіз болмайды. Егер сен аштан жүрсең, немесе сенің бір жалға алған пәтерің саған ұнамаса, онда тұруға мүмкіндік болмаса, сен мысалы әйелің жынданып жүрсе, күйеуің жынданып жүрсе, бала-шағаң аш болса, сен ертең ақшаны қайдан табасың? Комфортты жағдай болмаса, ол мақсаттың қажеті не мысалы? Сен өйткені ең бағалы біздің өмірімізде бұл уақыт. Сен уақытты қазір ысырап дейді ғой, дұрыс қолданбай отырсың, тиімсіз қолданып отырсың. Сол себепті ең бастысы сол прожиточный минимумды дұрыстап, критикалық ойлау қосып санап алу керек. Санап алу керек, және қаржылық мақсатқа жету үшін қатты бір страдать етіп құрбан болып кетпей, прожиточный минимумды бөлек алып қойып, жақсылап жаңағы бауырсағыңды жеп отырып жету керек қой. Ол сен 1 жылда жетпесең, 5 жылда жетуіңе болады. Оған да мысалы енді пәтер алудың негізі әртүрлі реформалары бар. Негізі қазір Қазақстанның нарықта сол пәтер алуға мүмкіндік көп негізі. Комфортты күй маңызды деген. Олар жабылып қалуы мүмкін. Айтпақшы, мен енді өткен подкастта да айтқан болатынмын. 5 жыл арасында біздің жылжымалы мүлік нарығының құлдырауын прогноздап отырмыз. Себебі барлық признактары. Енді бұның барлығын мен енді ойлап тапқан жоқпын. Бұл өткен 20 жылда, 30 жылда басқа экономикаларда болған нәрселер бізде Қазақстанда қайталанып отыр негізі. Біздің алып отырған қазіргі реформаларымыз, мен студент кезімде Назарбаевтың сол постановлениесін оқыған болатынмын. Студент кезімде мен ойлайтын бұл енді болашақ шығар деп. Қазір мен 35-ке келіп отырмын. Сол реформалар қазір жүзеге асырылып отыр. Бұл енді сол себепті көптеген нәрселер қайталанып отырады. Бұның барлығын прогноз жасаған кезде, сол егер сен біздің нарық соған ұқсас әрекеттер жасап отырса, міндетті түрде қандай да бір қорытындыға келу мүмкін. Әрине енді ешқандай құлдырыс болмай ақ қойсын, бірақ қазіргі айтып отырған бізде Қазақстанда мүмкіндік көп. Ондықтан пәтер алудың алдында сіз өзіңізде мақсат қойсаңыз, қандай программамен рассрочка аласыз ба, ипотека аласыз ба, немесе қолма-қол ақшамен жинайсыз ба. Әрине енді Алматының бағаларына қарап қолма-қол ақшамен жинау өте енді бір мистический нәрсе. Қиын деп жылап жүрген бірақ инфобизнесмендердің. Да, соларға қарасаң оп-оңай сияқты. Да, соларға қарасаң оп-оңай сияқты. Әрине бұл енді амбициозный мақсат болып келеді. Сол себепті қаржылық мақсат қойғанда кішкене өзіңе қолайлы жағдаймен қойған дұрыс. Сол нәрсені ұмытпау керек секілді. Сон аудиторияға жеткізген өте маңызды секілді. Люксқа көшеміз бе? Көшейік. Енді болмай қойдың ғой люксты. Мен уже ұмытып қалдым люкс не айтады. Енді люкс сөмкелер деп айтырмыз, люкс заттар деп айтып отырмыз. Мен басында ақшаның жаңа Айна дұрыс айтып кетті. Байлық дегеннің негізі лимиті жоқ. Өйткені біреуге 2 миллион бай, біреуге 20 миллион бай, біреуге 200 миллион бай. Тіпті мен өзім таяу арада талқылап көрсем, мен жұмысқа шыққан бетімнен долларовый миллионерлермен жұмыс істеген екенмін. Себебі біздің ортамыз сондай. Бірақ мен олардың долларовый миллионер екенін
түсінгенім осы жаңа ғана түсіндім. Өйткені олардың жүріс тұрысы, олардың қайда шығындайтыны барлығы енді мен үшін бәрі цифры ғой. Ол 2 миллиард па 2000 теңге ма, мен енді оны цифр ретінде қабылдаймын. Мен оны соншама 2 миллиард доллар ақша деп қабылдай алмаймын. Өйткені менің мамандығыма байланысты профессиональный деформация шығар. Өйткені миллиард сюда. Да. Ал енді түпкілікті былай талдап қарап көрсем, шынымен сол долларовый миллиардер мысалы, или миллионер, миллиардер, ол да өзін кедей санауы мүмкін. Тіпті мен ана бизнес класспен ұшқан кезде таңғалғаным, бизнес класстың ішінде де өзінің бейшаралары бар екен. Сол мен өйткені олар экономда орын жетпей бизнеске отырғызып қойған. Сол жоқ, шынымен де бизнес класстың өзінің, мен осы Бангкокта болдым, сонда первый класс дейді, бизнес класстың 1-ші, 2-ші, 3-ші, 4-ші деңгейде бар екен. Сенің бейшара бизнес класс бар, одан да жақсы бар. Сонда байқағаным, яғни сен қаншама миллиард тапсаң да, ол миллиард сенен де бай адам міндетті түрде болады, әрқашанда табылады. Илон Маск Марсқа қаншама миллиондап ақша тауып жатыр. Оның уже стратегиялық ойлау қабілеті, оның стратегиялық ойлау деген ол уже 100 жылға алдыға ойлап қойған. Ондай мышление у него уже другое, да? Ол сенің, мысалы, ойбай мен Прада сумка алдым деп Илон Маскқа келсем, олар не маған күледі, өйткені ол Марста не істеймін, ол Прада сумкамен дегендей, да? Сол себепті соны түсінген. Менде де сондай сұрақ люксқа байланысты. Бірақ мен өзім енді сізде люкс бар ма? Жоқ. Міндетті түрде. Мен негізі сондай ойлау болды, бірақ менің байқағаным, қаншама сондай ортада жүргенімен, мен оказывается сол жаққа қарай ешқандай қадам жасамағам. Қай жаққа? Мен мысалы сұрақ қойдым ғой, неге? Мен айтады ғой, қоршаған орта саған әсер етеді, сен обязательно миллионер боласың. Мен санап көрем, менің жанымдағы адамдардың барлығы миллионер мысалы жұмыс істейтін, да? Бірақ сен олармен араласасың ба, дос сияқты күн сайын? Вот, видишь, мен сол дос сияқты араласу болған жоқ қой. Ол мысалы наемник ретінде, бірақ кейбіреулермен дос сияқты араласқан болды. Бірақ олардың ол именно 5 ең жақын адамдар туралы айтылған. Жоқ, жақын адамдарда. Ал былай әрине жан-жағында анау миллионер, анау теория шести рукопожатий сияқты. Әйтеуір жан-жағында миллионер бар деп отыра беру. Бірақ менде де дос жоқ негізі. Мен өзім жолдасым ғана бар, болды. Досым жолдасым дейсіз ғой. Енді сол миллионерлерді дос қылбасай. Күніне кофе ішіп араласатын. Өйткені мен достарға достық дегенге өзім сондай прям көп мағына саламын да. Өйткені достық деген еңбектену деген сияқты, оны адамға көңіл бөлу, ол бір жай ойбай привет пока емес, кішкене басқадай уровеньде қалыптастырғаннан кейін мүмкін мен достықпен әлгі ешкіммен әлі күшті дос деп айта алмаспын. Енді сол бірақ окружениемен жүрген кезде енді жұмыс істесем де, кейбіреулермен тығыз айналысқан кезде де олардың енді жастары 45-50 жаста, 50-ден асып кеткен адамдар болды. Сонда менде қалыптасып қалған миллионер болу үшін сен 40-тан асқанда, одан кейін менің клиенттерім 20 жастағы миллионерлер. Мен оларға қараймын. 20 жастағы миллионерлерді көрсе ғой десең. Ой, тіпті 16 жастағы миллионерлер бар. Инстаграмнан көруге болады. Және олардың көзқарасы. Сонда ана система жұмыс істемей қалды. Сен қоршаған ортаң бәрі миллионер болса, сен миллионер болады. Өйткені сен мақсат қоймауы мүмкін. Сен ол мысалы миллионер болуға ұмтылмауы мүмкін. Ал енді вот жоқ, плюс-минус, бірақ ол теория шынымен жұмыс істейді. Мен мысалы кішкене емес, толық жұмыс істейді. Мен мысалы қасымдағы ең жиі араласатын 5 адамды алып қарасақ, плюс-минус қызығушылығымыз бір, плюс-минус білім деңгейіміз бір, плюс-минус табыс деңгейіміз бір. Вот тура өзінің таныстарыңды ғана емес. Вот именно сен ең жиі араласатын. Мысалы, достарым жоқ дегеннің өзінде Маринаны қасына алып көрсең, я мысалы менің алып көрсең деген, да? Плюс-минус ойлау қабілетіміз бір, табыс деңгейіміз мүмкін бір болуы мүмкін, да? Яғни сен сол деңгейге жету үшін шынымен сен солармен прям тығыз байланысу керек деп ойлаймын. Скачок болды, өйткені менде люкс заттар көп. Енді люксты айтып отырған. Мен күнекейді бұрыннан қараймын да. Мен люкстың иісі мұрныма келмеген кезде бұл кісі Фендидің сумкаларын алып рахаттанып жүретін де. Сол бірінші сізден сұрағым келіп отыр да. Да, оны қалай келгенім. Мен негізі айна сияқты ұстанымда болғам. Оның қажеті не дегенде, мен ақшаны... Ондай посттарыңызда бар. Иә, мен ақшаны негізі бұрыннан бері жақсы табамын. Мысалы, ол люкс алуға, бизнес класспен ұшуға, сол джиптің неше түрлісін алуға мен өз 16 жасымнан ақша табатынмын. Қаншама кедергі болмасын, ақырындап жинап сол ақшамды, бірақ ақшамды мен көбінесе сол путешествие, там немесе туған туыстарыма көмектесуге, там өзімнің бір жақсы квартира, пәтер алуға, қандай да бір сондай комфортқа жіберген болатын. Өйткені мен қазір 27 елді аралап шықтым. Сол пандемияға дейін
сонда барлық жинаған ақшамды соған жібергенмін, өйткені путешествияның өзі ақша тұрады ғой. Сонда менің енді өзгерісім қашан басталды дейсіз ғой, ол енді менің жолдасымнан басталды. Менің жолдасым маған менің бірінші брендовый сумкамды алды, ол Michael Kors болатын, Дубайда жүргенде берді. Мен айтатынмын, ойбай, 90 мыңға сумка алған, бұл несі керек? Мен 4 мыңға мен сөмкем бар, сол жетеді маған деп. Мен тіпті кроссовканың өзін байқасаңыздар, мен тіпті бренд, не бренд, кроссовка болды, кроссовка. Мен жолдасым, ойбай, қайдағы там мне мынанал там Adidas тағы басқа кроссовкалар 70-80 мың теңге тұрады. Бізде мен прожиточный минимум Қазақстанда ондай емес, минимальный зарплата андай-мындай 40 ну енді сондай санаумен қарайсың ғой. Бірақ сол Қазақстанның халқын ақшамен сен қамтамасыз етіп отырғандай ма? Соны айтамын, иә. Жоқ деп, сонда маған сол бірінші сумканы берді, мен ол сумканы көп ұстай алмадым да. Ол қазір енді бар, қазір мен уже спокойно ұстай аламын. Одан кейін келесі сумка маған Праданы өзінің премиясынан, мен де даже сол скрин жасап қойғам, өзі маған жіберген премиясының ақшасын, осыған барып саған там сумка аламыз деп. Өйткені сен сондай окружениеде жүресің, ол кісі просто байқап қалғаны, біз бірлес клиентке барғанбыз, мен жолдасым менің бизнесімді араласады, сол клиент менен сұрайды, а что за у вас сумочка деп. Енді ер адам, мен ол түгіл мен өзім білмеймін, қай за сумочка менде да. Сөйтіп сұрап. Қазір оқиын биркасында не деп. Да. Ли Хуанчиев. Иә, менде төрт мың алғам деп. Иә, менде сондай болған. Подземный переход. А ол менің күйеуіме тиіп қалған ғой деймін. Енді ол басқа жақтан көріп, он говорит, жоқ, сен осындай окружениеде жүресің, сен соған соответствовать должна. Мен айтамын, олар мені, сен қарашы маған, мен кроссовка, джинсы, футболкамен жүремін. Андай адамдардың арасында. Олар мені сен не кигеніңе қарамайды. Олар менің білім үшін шақырып отыр ғой, мысалы да, менің қаржыгер маман ретінде. Бірақ бір жағынан енді өз әрбір қоғамның өзінің правила игры дейді ғой, сондай болады. Олында бір жағынан ұстану да дұрыс шығар. Содан бастап Прада алдық біз. Иә, құтты болсын. Прада. Ал сол Праданы тоже жарты жыл дұрыс ұстай алмай. Неге істей алмадыңыз? Білмедім, мен түсінбедім, менің өзімнің құндылығын түсінбедім. Иә, құндылығын миым түсінбеді. Қалай мына сөмке, оның функционалы сол сөмкенің да 1 миллион теңге тұруы мүмкін дегенде. Мен оның ішіне не салам, дәптеріммен, ручкамды не салам, мен сол құндылықты түсінбедім. Бірақ сол кезден бастап менің енді мен банктен кеткеннен кейін, өйткені менің көп жанымда адамдар бәрі банктегі қызметкерлер болды ғой. Одан кейін менің жанымдағы барлығы предпринимательдер пайда бола бастады. Олармен көп жаңа айтқандай қарым-қатынас, олар мені уже банк қызметкер ретінде емес, мен уже бизнес енді өзімнің бизнесі бар адам ретінде қалыптаған енді көрді де, одан кейін көптеген сделканы сопровождать еттім өз тарапынан. Енді банкте саған жалақы төлесе, бұл жақта сен енді барлық ақшаны өзің аласың, мысалы да. Бұл да мүмкін әсерін тигізген шығар. Енді солай ортада миллион теңге сумка алу норма деген миыма келді. Яғни менің прожиточный минимум миллион емес, 10 миллион болу керек деген сияқты. Өйткені менің өзім ұстаным болған, сен люксты 10%, егер сенің табысыңның 10%-на сенің табысың сол люкстың, мысалы, енді сен 1 миллион теңге сумканы алу үшін сен 10 миллион теңге табыс табуың керек дегенде. Мен сол сторизді көріп қойған адамдар менің кіріс деңгейімнің өскенін көріп қойған шығар дегенде даже ой болған менде. Сондай ұстаным болатын. Ал қазір? Қазір мен спокойно миллион болсын, 2 миллион болсын, затты ала беремін. Өйткені біріншіден инфляция. Өйткені қазір миллион теңге уже бүгін біз сөйлесіп отырмыз. Деньги дороже сегодня, чем завтра дейді ғой. Бұл постулат финансовой теории. Бүгін біз сөйлесіп отырған бір теңгеміз ертең минус 90 тиын болып қалған. Өйткені күн сайын құнсыздана береді. Енді қазіргі ұстаным мен өзімнің нормамды жоғарылаттым, себебі мен түсінігім өзіммен өзім көп жұмыс істедім, түсіндім. Өйткені біреуге мысалы миллион теңгеге сумка алу норма, а біреуге 10 миллион теңгеге алу норма. Яғни менің өзімнің нормам өсуі керек деп, яғни менің табыс көзім өсуі керек дегенде. Енді сол өмір сапасына байланысты, енді бізге мысалы 5 мың теңгеге сумка алу норма ғой. Мысалы Африка елінде ол Уганда, басқа елдерде 5 мың теңге сумка алу норма емес. Сол сияқты относительный теорияны қарастырып өзіммен өзім сөйлескеннен кейін қазіргі кезде мен тіпті люкс қандай да зат алу маған норма. Бірақ әрине қуып кетіп айына 15-20 емес. Негізі мен стилистке жүгінгенде бюджетке өте тиімді деп санаймын. Мен бұрын сол стилистке ақша төлеуді
стилистке ақша төлеуді сол ақша шашу деп ойлайтынмын. Сол 70-100 мен өйткені бір сағаты мысалы 35-20 мың шығуы мүмкін. 70-100 мың теңгені ойбай ана кісіге беріп мен одан да өзім барып алам сол Зара мен Мангадан деп сөйтіп ойланып ұстанатын. Керек емес киімдерді алып аласыз, артынан кимейсіз. Оказывается, бірақ кимейсің. Иә, сөйтсем бүкіл гардеробымды разбирать етіп, ол кимейтінімді сатып, аяғында одан ақша тауып, одан кейін капсула жасап, ол капсуланы еще маған фотоға түсіріп, PDF файлмен жіберіп, қазір бір жерге барам десем, соны ашасың, немені үйлестіресің, соны киіп, экономия болды ғой бюджетке. Шынымен экономия болды. Иә. И стилистке айтпақшы бір рет қана жүгіну келмейді, ол прям сезонмен жүру керек. Сонда ғана тиімді болады. Ол мысалы гардеробты енді ана бір айналып шығу керек қой, жыл 12 айда. Көктем деген сол сияқты. Біз люксқа қайтайықшы. Сен сол құндылықты түсіндің ба Праданың? Мен шын айтсам әлі түсінбеймін. Тыңдағым келіп отыр. Мен мысалы маған сөмке ол сөмке. Бренд үшін оны алу мен басыма кіріп шықпайтын нәрсе. Бірақ мен мынандай нәрсе естідім. Бұл инвестиция дейді. Ертең мен оны сата аламын дейді. Бірақ құны өседі дейді еще. Жоқ, ол лимитированный коллекция болса. Мен оны да біліп қойдым. Мен шын айтсам, біліп қойдым да тұрып әңгіме. Менің ойымша, өзіне Прада, Гуччи алатын әйел, ол бушный алмайды, ол өзіне сатып алатын сияқты келесі жылы мысалы. Да, бірақ ол сол менде когнитивный диссонанс люксқа байланысты. Бірақ ол мен де оны ойлағам, тоже қарастырам керек. Так, мен қазір сол сумканы алдым, ол ертең бағасында өсе ма жоқ па деп. Сөйтсем, лимитированный коллекциядан алсаң, менде менің Майкл Корсым бар, мен оны Дубайда арнайы шейхқа арнап сондай коллекция жіберген екен. И оның бағасы қазір 90 мың емес, уже 190 мың болып өсіп кетіпті. Өйткені ол лимитка болған ғой. Сатып алушылар бар ма? Сатып алу, менің соны винтажный неге магазинге жазғанда сөйтіп айтты маған. Иә, бұның бағасы осындай, өйткені бұл лимитированный коллекция. Сонда алғанда енді бір жағынан мен ойлап қоямын, так, бұл базовый коллекция ма, әлде лимитированный коллекция. Бірақ бұл да енді қалай айтсам, соны ұқсату мақсатымен, оны ертең сату мақсатымен алмай, одан да өзімнің көңілімнен шығатын, ұнайтын мақсатпен алуға келіп отырмын қазір. Мен бұрын әрине сөйтіп ойлайтынмын, мынаны алсам ертең сата аламын ба, жоқ па деген. Жоқ, мен қазір оны маған ұнайды. Мен осындай люкс брендті, осындай ақшада сөмкені алуға мүмкіндігім бар ма, жоқ па деген. Мысалы дәл сол формадағы, енді білмеймін сумканы не үшін басқа сумка алуға болады. Форма, былғарысы дәл сондай, неужели білмеймін. 900 мыңнан, білмеймін, 9 мыңдікі жоқ па. Просто түсінбеймін. 9 мың емес, 90 мың. Сонда не үшін аламыз деймін да? Өмірдің сапасын жақсарту үшін, барлығы үшін бір критерий люксовый сөмке емес. Көрдіңіз бе, сіз үшін ол білімге қою, жаңағы спорттық не, балалардың бір біліміне қою деген секілді. Жалпы біз сондай ортада жүргеннен кейін, біз деп күнекеге қарап қойды. Мен стилистердің ортасында жүргеннен кейін, жалпы Алматыға келгенде, менің 1,5 жыл, мен Алматыға келген кезде, мен 2000 теңгеге футболка, 3,5 теңгелік сөмке, сондай болып келгенмін. Есімде, енді мен өзімді бүйтіп ойлайтынмын, мен ақшасы жоқ стилист шығармын деп. Өйткені жоқ, жолдасым береді, барлығы жақсы, бірақ та мен ол кезде люкс деген маған бір арман секілді көрінетін. Сондықтан менің ең бірінші люкс алуым, ең бірінші өзіме дәлелдеу болған шығар. Екіншіден, мен ұқтым біздің қоғам, енді заманың түлкі болса таз болып шал дейді ғой. Демек, сенің заманың, сен жүретін ортадағы сенің статусың, абыройыңды мына люкс белгілеп береді екен. То есть сенің бір какой-то статусыңды межелеп беретін бір құрал дейікші, иә, именно стилистердің ортасында. Өйткені біздің жалпы мен көрген Алматыдағы стилистердің көбі толық люкс емес, аксессуарларды люкспен, аяқ киім, сөмке, сырға, тағы басқасы деген секілді. Содан кейін мен көріп көзім ашыла бастады деймін ба, не деймін енді, мен де оларға қарап ұмтыла бастадым. Бірақ менің миымда мен как так там Гуччидің картузын 150 мың теңгеге алам, құрсын 15 мыңға басқа жерден алайын, болмаса мен как так 500 мыңға там бір-бірдің сөмкесін аламын, жоқ деп миым қарсыласа берді. Бірақ менің айналамда тура Айна ханым секілді айтатын, то есть ол сіздер үшін ол құндылық емес, то есть ол тоже қалыпты нәрседе. Көрдіңіз бе? А менің жағдайымда ол жаңағы бірнеше критерийден, біріншіден менің жаңағы өзімнің шыққан нем, ортам, маған люкс деген дүние недоступный, қолжетімді болмады. Екіншіден статусымды белгілейтін болып тұр. Образыма бояу қосатын болып тұр. Яғни менің образдарымды, айтамыз, қымбат көріну, мүмкін понтта шығар, оны ешқандай жоққа шығармаймын. Я, ойбай, деп ақылды болмай-ақ қояйын. Я, рас. Ал бірақ мен миымда қазір мен өз байқадым, соңғы рет Еуропаға барған кезде, мен мысалы бірден бұрын 150 мың теңгені жинап жүріп бір Гуччидің кепкасын алсам, қазір мен 150 мыңнан
Гуччидің очкиін, там 100 500 мыңға мыңнан Версачидің бір-бір. сырғасын, мына жақта бір 100 мыңға тағы бір нәрсе деген секілді. Менің миым бұрынғыға қараған кезде ала алатын болған, және ешқандай бір өзіңдік кінәлі сезіну, болмаса ертең қайтемін деп бір ақша жоқ болып қалады деп қорқу, ондай ештеңке жоқ. Енді бір жағынан бір қараған кезде прожиточный минимум өскен шығар деп өзімнің арқамнан қағып қойдым. Мен ойлаймын да, может менде кейінірек философиямен түсінбейтін да нелерді. Сол люкс. Бірақ сен гармин неше түрліні қымбат қаласың ғой. Енді керек нәрсені аламын әрине. Көрдіңіз бе, Бұл- керек иә, нәрсені мүмкін аламын. мүмкін жай ғана құндылықтың, сол иә. қажеттілікке байланысты, тағысын бағана сіз айтқандай адамдардың түрлі құндылықтарына байланысты шығар. Иә. Бір кезде ойлаймын да, андай не болады да, мүмкін мен де сол люксты қалайтындай дәрежеге жетуім керек па дегендей сұрақ пайда болады. Жоқ, бұл енді ол әрбір өйткені мен айтып отырмын ғой, мен сол 15 жылдай сол миллионерлермен жұмыс істеп келдім. Олар біреуі де маған мысалы желание тудырған жоқ қой, ондай люксті алу деген мысалы да. Бұнда енді бір жағынан қалап отырсақ, ол ортаға міндетті түрде сізде мысалы стилист бола тұра люкссіз да стилист боласыз, өйткені сіздің дағдыңыз оған жеткілікті. Бірақ айтып отырмын ғой, мүмкін шынымен де сол біздің кедейлік синдромымыз болмағандықтығы, дефициттің болмағаны, одан кейін осы көрсе қызарлық, өйткені ол адамдардың бүйтіп сторизға оны жоққа шығармаймыз, оны жоққа шығармаймыз. Мүмкін ол да итермелеген шығар, бірақ қазір менің өзімнің қазіргі деңгейімді айтсам, мен соны көрсету мен үшін ұят. Сондай сезім бар. Сіз ұстап жүре алмайсыз. Жоқ, оны мен қазір ұстап жүре аламын. Имеется в виду сторизға бүйтіп ойбай, маған распаковка жасап, мен осындай пәленбай ақшаға алдым деп. Бұл бір жағынан біреуге ұмтылыс болуы мүмкін. Бірақ мен түсінемін, ол біреуге кері әсерін тигізуі мүмкін деген да. Одан кейін мен ойбай, мен пәленбай машина алдым, пәленбай квартира алдым деген бір жағынан да айтқым да келмейді. Бір жағынан мен түсінемін, мен қаржыгер ретінде қаржылық сауаттылықты түсіндіріп жатырмын, қалай ақша табуды түсіндіріп жатырмын. Мен соны өзімнің результаттарымды көрсетпесем, бір жағынан ол да дұрыс емес. Тағы да баланс тақырыбына қайтып келдік, иә. Барлық жерде баланс керек. Сол барлық жерде баланс болу керек. Мүлдем көрсетпей де алмайсың. Қайта мысалы ашып шашып мақтанып айтады ғой, 7 жағдайда сөз қозғама дейді ғой, мысалы бедеудің алдында бала туралы, денсаулығында сыр бар адамның алдында денсаулық туралы, иә. Сондай кедейдің алдында байлық туралы, сол сияқты. Шынымен де бұл да дұрыс емес шығар. Бір өмірдің барлығы сол баланс сияқты әйтеуір. Негізі сол баланс, және де бір жағынан енді Инстаграмда жүргендіктен мен шынайы болғым келеді. Одан кейін қуанғанымды көрсеткім келеді, мысалы қынжылғанымды көрсеткім келеді, барлығында бөліскім келеді. Өйткені өтірікшілік, екіжүзділік деген ол жақсылыққа әкелмейді. Манипуляция жасау, бүгін тез ақша табу дегенде ондай көп жақсы результатқа әкелмейді. Өйткені біз барлығымыз адамбыз, адамгершілік болу керек, бір-бірге сыйластық деген болу керек. Енді бүгін біз көптеген өзекті мәселелерді талқылап өттік. Өз жағым қаржыгер маман ретінде әрбір адамға енді өзінің қаржылық нормасын жоғарылатқысы келетін, көп ақша тапқысы келетін адамдарға айтам, біріншіден өзіңіздің жеке қазаныңызды тазалап алыңыз плов жасаудың алдында деп айтам мен кей кезде. Сондықтан бірінші өзіңіздің қаржылық мүмкіндіктеріңізді, актив пен пассивтеріңізді санап алыңыздар, шығыс пен кірістеріңіздің барлығын тәптіштеп, дұрыстап қарап алғаннан кейін ғана қаржылық мақсат қойып алдыға ұмтылуға болады. Әрине люкс затты сатып алу, жылжымаған мүлік сатып алу, путешествие, енді саяхаттау, оның барлығы жақсы мақсаттар. Бұл бізде өмірге бірлес ғана келеміз. Мысалы, оның барлығын көріп, танып, жақсы эмоциялы впечатление алғанға не жетсін, мысалы да. Сондықтан ұмтылыс та жақсы, бірақ ол ұмтылыс кішкене экологичный дейді қазір енді модный слово да. Экологичный болу керек, көрсе қызарлықтан емес, енді кішкене өзіңмен өзің баланс болу керек, негізі гармонияда болу керек. Бір-біріңе сол мен тіпті өзім да қаржыгер бола тұра қазір қандай да бір сондай этаптардан өттім да, сол ақша жұмсау жағынан. Сол себепті кез келген адам тіпті қаржылық білімі болмаса да ондай этаптардан өту мүмкін. Бірақ ұмтылыс болу керек. Және енді осы біздің подкастымызды қорытындай келе бір айтып кетсеңіздер өз жақтарыңыздан. Мотивация. Бүкіл неше сағат бойы, 2 сағат бойы ма айтып келе жатырмыз. Негізі барлық бұл қорытындылайтындай бір сөз сөйлем табу қиын әрине. Сондықтан осы подкастты қарағаннан кейін сәл 1-2 күн демалып тұрып, тағы да бір рет қарап, конспектлеп, керек жерін түртіп алып, жазып алып, қарайтын нәрсе деп ойлаймын. Және шынымен мысалы қазір ақпарат қолжетімді, мысалы Айгерімнің өзінің курстары бар, қаржылық сауаттылыққа байланысты. Ғаламторда да түрлі тегін ақпарат та бар, түрлі тегін тағы да басқа нелер де бар. Сол жақтан қарап, енді
под лежачий камень вода не течет дейді ғой орыстарда, иә. Қадам жасап? Иә, қадам жасамай отыра берсе, әрине өмірде өзгермейді. Бір өзгеріс болу үшін, әрине ең болмағанда бір қадамды өміріңізге енгізсеңіз, содан да өзгеріс басталады деп ойлаймын. Мысалы, жай ғана шығындарды жазып жүру. Не болмаса, тапқан ақшаның бір 5 болсын, 10% болсын, қорға жинап отыру дегендей. Ең болмаса, бір қадамнан бастасақ, сол дұрыс болады деп ойлаймын. Аспаннан көп қаржының түсетінін күтіп отырудың қажеті жоқ. Өзіңіз айтқандай білім алу керек, сауаттылықты арттыру керек. Ең бірінші ақша келмейді, өйткені ол қалай келсе солай кетіп қалуы мүмкін. Сондықтан ең бірінші қаржылық дағдыларды қалыптастыру керек. Солай адам көп ақшаға жетеді деп ойлаймын. Әр қазақ білімді болсын. Иә, бұл енді өте маңызды. Және де қаржының арқасында сіз өзіңіздің өмір сапаңызды деңгейін жоғарылата аласыз. Және де оны қаржы тапқанымен оны өзіңіздің біліміңізге, дағдыңызға жұмсаған жөн. Және айтып кеткенде қандай енді дүниежүзілік жағдай болмасын, ел болмасын, өзгерістер болмасын, сіздің миыңызды ешкім алып кетуге мүмкіндігі жоқ. Сол себептен сол миға, білімге ақша жұмсаған ең тиімді деп санаймын. Ал енді бүгінгі біздің подкастымыз Наурыз мейрамы қарсаңында отыр. Енді біз жаңа жыл ғой біз үшін, түрік елдер үшін. Енді сол жаңа жылдық қонақтарыма деген сыйлығым бар. Бүгінгі біздің Раустор деген қазақи бұйымдар әшекей жасайтын магазиннен сіздерге сыйлық. Осы өзіме тақия аламын деп жүр едім. Рахмет сіздерге көп. Как раз футболкаға келетін. Мынандай кольцо. Қалай дейді, артқа ма? Кәдімгідей заманауи, иә, менде қазақы басқа не. Менде тақия көп деп қойсын. Жақтыртпай алғансың ба? Но менде жүзік. Күшті жүзік екен. Енді стилистқа негізі сүй беру өте қиын жағдай. Өйткені стилисте өте көп неше түрлі өзінің әшекей бұйымдар бар деп ойлаймын. Біз бүгін міне бұл күшті этностильде образда керемет қазақи оюмен. Ал енді достар, көрермендер, біздің YouTube подкастқа жазылып отырыңыздар. Алда да бізде қазақша подкасттар шығып отырады. Қаржылық сауаттылық дағдыларыңызды жоғарылата беріңіздер. Наурыз мейрамы құтты болсын. Енді осы жыл тек қана бейбітшілік, жақсылыққа келіп отырсын. Келесі кездескенше. А что у нас все меньше, каждым подкастом меньше становится пачка. Ал енді біздің подкастымыздың дәстүрі бойынша жұғысты болсын. Все? Я думала, ты нам сделаешь жұғысты болсын, да? Арқамызға зачем микрофон жұғысты болсын? Давай.